Сәлем оқушы. Үздік педагог 20 каналына қош келдіңіз. Әдеттегідей сіздермен бірге Бану Аманқызы. Бүгін Шыңғыс Айтматовтың алғашқы ұстаз повесін әрі қарай талдайтын боламыз. Шығармадағы көркемдегіш құралдар: қарама-қайшылық, дүйсеннің мейірімі мен жеңгесінің қатыгездігі, символизм, ағаш отырғызу, білімнің жаңа өмірдің бастауының символы, эмоциялық баяндау, Алтынайдың қиындыққа толы тағдыры мен оның өзгеруі, психологиялық талдау, Алтынайдың ішкі сезімдері мен қоғамның қысымы арасындағы тартыс, ұлттық құндылық, ұстазға құрмет көрсету, жетімге қамқор болу, білімге ұмтылу, қоғамдағы әділеттілік мен теңдікті орнатуға деген ұмтылыс. Түйген ой: ұстаз тек білім беруші емес, адам тағдырын өзгертетін, өмірге жаңа мүмкіндік сыйлайтын тұлға. Дүйсеннің мейірімі мен еңбегі Алтынайдың өмірін ғана емес, оның болашағын, арманын жүзеге асыруға жол ашты. Ұқсас шығармалар: Лев Толстойдың Креция сонатасы әлеуметтік мәселелер мен отбасы құндылықтарын тереңірек ашқан шығарма. Мұхтар Әуезовтің Қараш-Қараш оқиғасы әлеуметтік әділетсіздік пен адамның қоғамда өз орнын іздеу туралы. Қорытынды: шығарма тек Алтынайдың тағдыры туралы емес, жалпы қоғамдағы білімнің рөлі, ұстаздың маңыздылығы, әлеуметтік әділетсіздікке қарсы күрес туралы терең ой салады. Дүйсеннің ұстаз ретінде рөлі кез келген адамның тағдырына оң әсер ете алатындығын көреміз.